Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен нағыз лимонадтың оригинал рецептінен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Ең алдымен бізге керегі 3 дана апельсин, 2 дана лимон. Жақсылап жуып, теркадан өткізетін боламыз. Лимонның, апельсиннің тек сыртқы қабығын ғана өткіземіз, іш жағын өткізбейміз, өйткені ол қышқыл дәм береді. Осылай барлығын теркадан өткізіп аламыз. Одан кейін қантымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Қант кішкене еру керек. 3-4 минуттай араластырамыз. Дайын болды. Біз 5 литрге дайындаймыз. Ыдысымызға салып массамызды 5 литр үстіне су құямыз. Енді жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, холодильникке 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Апельсин мен лимонның сырты қабығын ашып, блендерде езіп аламыз. Менде 4 сағат өтті. Жақсылап араластырамыз. Езіп алған лимон мен апельсинімізді осыған қосамыз. Тағы да жақсылап араластырып, 1 сағатқа холодильникке қоямыз. 1 сағат өтті. Жақсылап бір араластырып, сүзіп аламыз. Лимонад дайын болды. Ыдысымызға құйып ұсынамыз. Үй жағдайында жасауға болатын, витаминге өте бай сусын. Балаларыңызға жасап беруге, қонақ келгенде дастарханға қоюға болатын керемет сусын. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар және маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет, ас болсын.